Алғашында кішкене шағын аудан атымен аталып, сол маңдағы жасөспірімдердің уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатымен құрылған Мүшілтой аула клубы бүгінде ауқымды қоғамдық бірлестікке айналған. Өзгермеген тек атауы ғана десек, көрсететін қызмет түрі көбейіп, келушілер саны күрт артқан. 10 жылдық тарихы бар ұйым қазіргі кезде 10 түрлі үйірмеде Талдықорған қаласының 400-ден астам бала мен жасөспіріміне тегін қызмет көрсетіп отыр. Қатарында мүмкіндігі шектеулі жандар, жағдайы төмен, аз қамтылған отбасы балалары да бар. Ондағы мақсат еліміздің болашағы жастардың өнерге, спортқа, қолөнерге деген қызығушылығын арттырып, бойындағы дарынын дамыту, оларды жан-жақты тәрбиелеу, көмекке мұқтаж жеткіншектерге көмек қолын созып, мүмкіндігі шектеулі балаларды интегралдау, толеранттық қарым-қатынас орнату. Бұл үйірмеге қатысып жүргеніме 5 жыл болды. Мектептен тыс уақыттарда кеп, сол уақыттарым осы жерде өтеді. Бұл жерде жігіт сұлтандар болады. Сол кезде әрқашан бірінші жетістіктерге жетіп отырам. Бұл үйірмені маған берген сие, әрине ол кейде тәрбиелі болып шығам, кейде жақсы бала болым, өзімде еркін ұстаймын. Менің әнге деген қызығушылығымды ұстаздар дамытып жатыр. Мен би мен қолөнерге қатысамын. Маған қолөнерде әртүрлі заттар жасаған ұнайды. Және бұл жерде шахмат, тоғызқұмалақ бар. Мен ол жерде оларды ойнауды үйренемін. Апайым маған әртүрлі заттарды жасауды үйретеді. Біз бұл жерге достарым бәріміз бірге жұмыс істейміз. Достарыммен өте қызықты күн өткіземіз. Достық пен ұйымшылдықты басты ту еткен ұйым қызмет ете бастаған күннен талай қайырымдылық істерге мұрындық болды. Мейірімді Мүшілтой деген атпен танымал болған балалар мен жасөспірімдер клубы жылына 150-ге жуық тұрмыс жағдайы төмен отбасы балаларының әлеуметтік жағдайын зерттеп, оларға заттай медициналық, психологиялық көмек ұйымдастырып келеді. Қайырымдылық қабылдау пункті қызметін ашып, қала тұрғындарынан киім-кешек, өзге де тұрмысқа қажет заттар жинап, оны мұқтаж жандарға таратуда. Алматы облысы бойынша 900-ден астам үкіметтік емес ұйым тіркелген болса, олардың бірі де бірегейі Мүшілтой 2008 жылы бірлестікте жаңа қызмет түрін ашты. Талдықорған қала қыздарының тәрбиесін үйлестіру орталығы жұмыс істей бастады. Қаланың барлық мектептерінде қыздар ұйымдары құрылды. Әрбір мектепте қыздар ұйымдары жұмыс жасайды. Оларды бір төрайым, 2 орынбасары басқарып отыр. Олар біздің волонтерлар болып есептеледі. Сонда 75 біздің волонтер қыздарымыз бар. Бұл бағыт өте тамаша, жақсы жұмыс жасауда. Жылдың басында біз өзіміздің құрған жұмыс жоспарымызды оларға таратып, жоба ретінде береміз. Олар өздерінікін қосып, жақсы жұмыс жоспарын құрып, өткізген іс-шаралары жайында бізге ақпарат беріп отырады. Біз ол ақпаратты өзіміздің сайтымызда жариялап отырмыз. Біздің аула клубымыз облыс орталығындағы жалғыз аула клубы. Біздің қызметіміздің бір бағыты мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамға тарту, оларға толеранттық қарым-қатынас орнату. Бұл біздің бір бағытымыз болса, сонымен қатар аз қамтамасыздандырылған жанұя балаларына көмек көрсету. Мүшілтойдан жаңа мүмкіндік іздеп келген әр жасөспірім бұл жерден керегін табады. Ән, би, күй, қолөнер, спорт, ақындық, тіпті актерлік шеберлікке баулу да бар. Қуыршақ театры көрермендерінің саны күннен күнге артуда. Балабақша бүлдіршіндері, бастауыш сынып оқушылары, қараусыз жүрген жасөспірімдерді уақытша оқшаулау орталығы мен балалар үйлерінде тәрбиеленуші жеткіншектер қуыршақ театрының тұрақты көрермендеріне айналған. Ең қызығы, жас өнерпаздарға арналған сахналық киімдерді ұйым қызметкерлері өздері тігеді. Қазір мұнда мамандықтарын жетік игерген. Жаны жайсан 13 қызметкері балаларға өнермен қатар патриоттық тәрбиеде беруде. Жасөспірімдер арасында кездесетін өзекті мәселелерге байланысты қоғамдық бірлестік өткізген әртүрлі семинар, тренингтер, байқау, дөңгелек үстелдерге 3000-нан астам бала мен ата-аналар қамтылған. Бірлестік ұжымы осындай игі бастамалардың жібін үзбей, өзге де өнер үйірмелерін ашып, қызмет түрін көбейтеміз деген ойда. Самал Ашырбекова, Баян Шаянбаева, Асхат Жұмабаев, оқу телестудиясы.